Армысыздар, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен кезекті мәрте Украина тақырыбын ортаға салсақ, Украина жайлы екі ақпаратты айтуға болады. Біріншісі, Біріккен ұлттар ұйымының биік мінберінде Ресейдің Украинаны айыптауы, екіншісі, Ресейдің өзінің ішінде болып жатқан әскери бөліністерге байланысты. Біріншісіне келетін болсақ, Біріккен ұлттар ұйымының биік мінберінде Ресей Украинаны бір емес, 6 мәрте Киев қауіпті вирустарды жасауда және қауіпті вирусты Ресей жеріне тарату үшін жақын аралықта іс-әрекетке көшеді деген айыптауды айтты. 24 ақпаннан кейін Ресейдің айтуы бойынша Украина жерінде Киевтің қауіпті вирустарды жасау бойынша бұлтартпас айғақтарды таптық, құжаттарды қолға түсірдік деп отыр. Мәскеудің сөзіне сенетін болсақ, Америка құрама штаттары әлем бойынша қауіпті вирустарды жасайтын биологиялық зертханаларды қаржыландырып салып келе жатыр. Оның басым көпшілігі, нақтылап айтсақ, 15-і Украина жерінде орналасқан. Міне осы 15 зертханада Украина қауіпті вирустарды, эпидемиялық ауруларды дайындауда, обаны күшейтіп, оны Ресей жерінде биологиялық қару ретінде қолдануды жоспарлап отыр деген ақпаратты айтуда. Бұл айыптауды әрине Киевте, Вашингтонда жоққа шығарды, бірақ Ресей ол жоққа шығаруға қарамастан Біріккен ұлттар ұйымында осындай сөзді бір емес 6 мәрте айтқан болатын. Киевтің жаңағы жасап жатқан қауіпті вирустарының ішінде тіпті генетикалық тұрғыдан алып қараған кезде этникалық биологиялық қару да бар дейді. Мәскеудің сөзіне сенетін болсақ, бұл қару тек қана орыс ұлтына әсер етуі мүмкін дегенді айтуда. Бірақ әлемнің тіс қаққан сарапшылары мен Нобель сыйлығын алған тіпті генетиктердің өздері бұл мүмкін емес. Генетикалық тұрғыдан алып қараған кезде тек қана бір ұлтқа әсер ететін ауру әлі жасап шығарылған жоқ. Адамзат пен ғылымның мүмкіндігі әлі ондай деңгейге жеткен жоқ. Қазіргі вирустар ол адам, нәсіл, дін, тіл таңдамастан барлығына бірдей жұға береді. Сондықтан Ресейдің мұндай айыптаулары ешқандай негізге де қисынға да сәйкес келмейді дегенді айтып отыр. Яғни Біріккен ұлттар ұйымында Ресейдің жасаған айыптаулары, Ресейдің айтқан сөздерінің мәні мен құны соңғы уақытта қалмаған сияқты. Оны Албанияның өкілінің Біріккен ұлттар ұйымында айтқан сөзінен көрсек болады. Албания өкілі Ресей Біріккен ұлттар ұйымының биік мінберінде Украинаны қауіпті вирустар жасап жатыр, тіпті қауіпті вирустарды тарататын масаларды жасап жатырмыз деген айыптауларды айтты. Дәл осы масаларды Киев жасайтын болса, ол масалар орыс және украин сарбаздарын қалай ажырата алады деген сарказмдық негізде осындай бір сөздерді айтқан болатын. Осы сөздердің өзіне қарап, біз Ресейдің айыптаулары тек қана мәні мен құны қалмай, оның халықаралық қауымдастық деңгейінде күлкіге айнала бастағанын көріп отырмыз. Ресейдің өзінің ішкі мәселесіне көшетін болсақ, қазіргі уақытта Ресейде 3 әскери құрылым пайда болды. Біріншісі ол Шойгу бастаған қорғаныс министрлігі. Қорғаныс министрлігінің сарбаз саны жетерлік, авиациясы бар, зымыран кешендері бар, танктық бөлімшелері бар, әскери флотқа ие. Үлкен құрылымдық әскери құрылым. Екіншісі, Ресейдің қорғаныс министрлігіне бағынбайтын жалдамалы әскерлер, немесе ЧВК дейміз. Ол вагнерліктер, Пригожин бастаған, өзгелері қостаған осы бір ЧВК соңғы уақытта Украина соғысында үлкен беделге ие бола бастады. Оның саны қазіргі уақытта 30 мыңнан асады. Соғысқа дейін тек қана атыс қарумен және гранатометпен қаруланған ЧВК Вагнердің өкілдері қазіргі уақытта ұшаққа да, тікұшаққа да, танкке де ие. Тіпті Ресейдің қорғаныс министрлігі тарапынан бейресми түрде бөлінген 10 миллиард доллар бюджеттік негізге де өз қолына алған дейді. Соңғы уақытта Пригожиннің саяси салмағы артып келе жатыр, және Пригожин Ресейдің әскери құрылымындағы ауыс-түйістерді Путинмен тікелей сөйлесу арқылы шешуші рөлге ие бола бастаған. Осының өзі Пригожиннің айтарлықтай үлкен саяси салмаққа ие болып келе жатқанының көрінісі болып табылады. Пригожин мысалға айтатын болсақ, Лиман бағытындағы сәтсіздікке жауапты деп табылатын Александр Лапинді өз қызметінен алдырып, оның тұтқындалуына дейін әсер еткен деген ақпараттарды батыстық барлаушылар айтып отыр. Яғни екінші үлкен әскери құрылым ол вагнерліктер, Пригожин деп айтсақ болады. Бұлар Ресейдің қорғаныс министрлігіне бағынбайды, Путинге ғана бағынады, Пригожинге ғана бағынады, және осы негізде бұйрықпен жұмыс істейді. Үшіншісі ол Қадыровшылар. Украинада соғыс басталғаннан бері Қадыров бірнеше мәрте өзінің әскерін Украинаға аттандырған болатын. Қадыров әскері Ресейдің қорғаныс министрлігіне тікелей бағынбайды, және Қадыровтың бұйрығы бойынша Украина жерінде қимылдап отыр. Украина соғысында Қадыровтың да салмағы айтарлықтай өсті. Қадыровшылардың да саны артты, себебі Кавказ аймағында, Шешенстанда Қадыров өз жасағының санын арттыру үшін жасырын мобилизацияны бірнеше мәрте өткізгені белгілі болып отыр. Яғни қазіргі уақытта Ресей жерінде 3 әскери құрылым пайда болды. Ол қорғаныс министрлігі, Шойгу бастаған, ол ЧВК Вагнер, Пригожин бастаған, ол Қадыров әскері, Қадыров бастаған. Егер Ресейде
саяси тұрақтылық шайқалатын болса, Путиннің позициясы ақырындап әлсірейтін болса, дәл осы үш әскери құрылым өзара билікке таласу және бәсекелестік негізінде Ресей қоғамында үлкен дүрбелең жасауы мүмкін деген болжамдар айтылып келе жатыр. Украина соғысында үш әскери құрылым үш түрлі негізде жұмыс жасап келе жатыр. Яғни шабуылды қашан жасайтынын, қай аймақта жасайтынын өздері біледі. Сонымен қатар қазірдің өзінде Украина жерінде бұл үш құрылымның өзара бәсекелестігі байқалады. Әсіресе Қадыров пен ЧВК Вагнер өзара тандем құра отырып, Ресейдің тұрақты әскері қорғаныс министрлігіне қарсы түрлі әлеуметтік желілерде сөздерді айтумен бастап, ұрыс даласында оларға нақты ақпарат бермеуге дейінгі бәсекелестік деңгейіне жеткен. Осының өзі Ресейдің қоғамында, Ресейдің әскери элитасының арасындағы бөлінушіліктің артып келе жатқанын көрсетсе керек. Ал Украина соғысында қазіргі уақытта Херсон бағытында Украина әскері мысық табандап алдыға жылжып келе жатыр. Әрине соңғы уақыттағы ауа райына байланысты Херсон бағытында алдыға жылжу мүмкін болмады, себебі жауын-шашын тоқтамай тұр. Бірақ ауа райы алдыңғы уақытта жақсарған сәтте Украина әскері Херсон бағытындағы шабуыл мен азат ету операцияларын күшейтеміз деген ақпаратты ресми түрде жариялады. Ал Ресей Херсонда өзінің әскерінің қоршауда қалуынан қауіптенсе және сақтанса керек. Сондықтан да Херсонның батыс бөлігінен Днепрдің шығыс бөлігіне қарай Ресей халықты эвакуациялау, нақтылап айтқан кезде депортациялау жұмыстарын жүзеге асырып жатыр. Ал әскерінің жартысын азаматтық киімді кидіріп, яғни қарапайым халық сияқты қаланың ішінде бекіндіріп отыр. Бұл екі мақсатта жасалуы мүмкін. Бірінші мақсаты ол Украина Ресей шынымен де Херсондағы әскерінің жарты бөлігін алып кетті дегенге сеніп, Херсон бағытында ойластырылмаған шабуылдарға кіру арқылы қоршауда қалу мүмкін деген тактика болуы мүмкін. Екіншісі, қарапайым адамдардың Херсон қаласында қаза тапты деу арқылы Ресей халықаралық қауымдастыққа шағымданып, өзінің ішіндегі 140 миллион аудиториясына Украина осындай жауыздыққа барды деген сипаттағы көріністі ұсынуға тырысып жатуы әбден мүмкін. Херсон бағытындағы осындай бір өзгерістерді көріп отырмыз. Қиян-кескі шайқастар қазіргі уақытта Украина жерінде азайды. Бұл ауа райына байланысты болып жатқан өзгерістер. Ал қызу шайқастар мен ірі Херсон үшін қан майдандар алдағы уақытта сөзсіз болатыны бесенеден белгілі. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар. Өздеріңізге жиі шығып ақпарат беріп тұруға тырысамын.